Мен Сартай бөбекжай бақшасының тәрбиешісі Әбенова Әйгерім Құрақбайқызы. Сіздердің назарларыңызға зерттеу ойынын ұсынамын. Зерттеу ойынның тақырыбы құрт қалай жасалады. Балалармен бірге жасаған зерттеу жұмысымды көруге шақырамын. Ансар, балам, кеше біз екеуміз дәрігерге бардық, я? Дәрігер сенің асқазаның ауырып тұрғанын айтты. Саған зиян тағамдар жеу болмайтынын айттым. Сен ағарған жеуің керек, айран ішуің керек, қатық ішуің керек, құрт жеуің керек, балам. Анашам құртты қайдан алады? Дүкеннен алады. Жоқ, балам, құртты дүкеннен алмау керек. Оны қолдан жасау керек. Бірақ мен құрт жасауды білмеймін, балам. Аңсардың анасына қойған сұрағы мені өте қатты алаңдатты. Және де мен осы сұрақ барысында балалармен бірге зерттеу жұмысын жүргізбекшімін. Айран жасаймыз, құрт жасаймыз. Өте пайдалы. Айгабай, Ау, құртты қалай жасайды? құртты мен есімде әжемнің ауылына баратынмын. Сол кезде әжем маған қолдан өзі құрт жасап беретін тұғын. Құртты жасауды сендерге үйретейін бе? Иә! Ой, жарайсыңдар. Ал ендеше алдымызда не көріп тұр? Қатық, ірімшік, оның барлығы сүт өнімдері. Мен сендерге қазір жұмбақ жасыратын боламын. Сендер тыңдап, жауабын табыңдар. Бір сусындар, ішсең ауыз ұртыңдар, жасалады содан қаймақ құртыңдар. Ол не екен? Сүт. Дұрыс таптыңдар, жарайсыңдар. Ол сүт. Сүттен балалар осы өнімдердің барлығы жасалады. Қатық, ірімшік, құрт барлығы осы сүттен жасалады. Сүттің пайдасы өте көп, иә? Апай, сүтті төмінге бола ма? Жоқ, әрине болмайды. Сүт деген өте киелі. Ол деген біздің ақ асымыз. Оны жерге төгуге болмайды. Сүтті де ішу керек. Сүт біздің асқазанымызға өте пайдалы. Балалар, менің қолымда өте дәмді құрт бар. Осындай құртты жақсы көресіңдер ме? Кім жақсы көреді? Мен. Ой, жарайсыңдар. Өте тамаша. Қанекей, енді осындай құртты барлығымыз бірге жасайық. Ендеше балалар, кеттік. Балалар, біз құртты жасау үшін алдыменен астауымыздағы сүтімізге осы қатығымызды құямыз. Қатығымызды құйып, оны айран қылып бұрыштуымыз керек. Жаған сүтімізді балалар, ашытқымызды 2 күнге жылы жерге сақтап қоюымыз керек. Ол үшін біз оны сыртынан дұрыс айтасың, жауып жылы жерге қоямыз. Арада 2 күннен соң. 2 күн өтті, иә? Біз ұзақ күттік. Енді біздің қатығымыз не болып жатыр екен? Соны қарайық. Қандай әдемі сары су бетіне шығып, дайындалып, құрт болуға дайын тұр екен. Енді біз осыны қазір сендермен сүзіп алатын боламыз. Осыны балалар, біз далаға іліп қоюымыз керек. Ол кебу керек. Оғанда тағы уақыт керек. Арада 2 күн өткеннен кейін кепкен өнімімізді топқа алып келеміз. Сонда біздің құртымыз дайын болды ма? Жоқ, әзір бұл тек құртты жасайтын сүзбеміз ғана дайын болды. Ол біз құртты жасамас бұрын, балалар алдымен жақсылап қолымызды жуып алуымыз керек. Құртты қалай жасаймыз, балалар? Қолымыздан домалата жасаймыз. Балалар сүзбені 2 алақанның ортасына салып дөңгелету арқылы құрт жасай бастады. Кейбірі тіпті дәмін де татып қояды. Көріп тұрғандарыңыздай балаларға құрт жасау процесі өте қызықты. Балалар, біз дайын болған құртымызды кептіру үшін оны далаға алып барып іліп қоюымыз керек, иә? Құрт әлі дайын болмады. Ол дайын болу үшін әбден кептіруіміз қажет. Арада 2 күн өткеннен кейін құртымыз да кепті. Балалар дәмін көруге асық. Міне, нағыз құрт дайын болды. Дәмді. Анашым, апайкымыз сәтіктен құрт жасады. Қайда балам? Ой, керемет екен. Егер бала жастайынан құрт жеп өссе, оның тісі өткір, қатты,
ауырмайтыны жөнінде ғылыми деректер бар.